Туризм бұл экономикаға қаржы құятын маңызды салалардың бірі. Дамыған елдерде солай. Ал бұл сала біздің Қазақстанда қалай дамып жатыр? Үкімет тарапынан қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Жалпы Қазақстан туризм индустриясы бәсекеге қабілетті ме? Қазақстанның жалпы туризмі бәсекеге қабілетті. Себебі бізде туризмді дамыту үшін барлық экологиялық ресурстардың барлығы бар. Тарихи туризм дейсіз ба, экотуризм дейсіз ба, басқа да туризм түрлері дейсіз ба, бізде барлығы бар. Табиғатымыз Құдайға шүкір бай. Сондықтан бізде потенциал бар. Тек оны дамыту үшін белгілі бір ресурстарды, белгілі бір шешу жолдарын дұрыстап шешсек, дұрыстап қолдансақ, біз туризм саласын алға жылжытамыз. Енді біз 91 жылы тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан көбінесе шикізат экономикасы болғандықтан туризм саласына айтарлықтай көңіл бөлінген жоқ. Яғни Қазақстанның үкіметі туризмді бір приоритетті сала ретінде көрген жоқ. Қазір осы соңғы 5 жылдықта біз барлығымыз түсіндік, мұнайдың шексіз емес екендігін, басқа да салаларды әртараптандырып дамыту керек екенін түсіндік. Осы орайда мен үнемі айтып жүрмін, Қазақстан үшін дәл қазіргі таңда дамытуға болатын екі сала болатын болса, біріншісі ауыл шаруашылығы, екіншісі дәл қазір қолымызда қол жетімді болып тұрған дамыту керек туризм саласы. Бұл үшін біздің потенциалымыз бар, соны дамытуымыз керек. Әлемде білесіздер, туризм ақша алып келу бойынша мұнай саласынан кейін және дәрі-дәрмек саласынан кейін қателеспесем 3-ші орында тұрған болу керек. Яғни мемлекеттердің жалпы ішкі өніміне кіріс әкелуші сектор ретінде, сала ретінде. Сондықтан біз Қазақстан Республикасы үкімет тарапынан осы 4-5 жыл бұрын көңіл бөлініп, Қазақ туризм атты компания ашылды, ұлттық компания акционерлік қоғамы. Бұл компания Қазақстанның туризміне маркетинг жасаумен айналысады. Және стейкхолдер деген термин бар. Яғни туризммен байланысты басқа да салалар бар. Тікелей және жанама қатысы бар. Солармен бірлесіп туризмді дамыту үшін жұмыс жасайтын осы ұлттық компания. Яғни бір сөзбен айтқан кезде жарнама жасайды және инфрақұрылымды дамытуға өз септігін тигізеді. Бізге неліктен осы туристер аз келеді? Оларды көбірек тарту үшін ең алдымен не істеу керек? Бізге әрине посткеңестік елдердің ішінде есептейтін болсақ, Грузиядан аз келеді, Гүржістаннан. Бірақ та тым аз келеді деп айтуға да болмайды. Жыл сайын туристердің саны статистика бойынша қарасаңыз, бізде саны артып келеді. Әрине, коронавирус жайлаған жылдары біраз бұл көрсеткіш түсті, бірақ одан кейінгі уақытта динамикалық түрде өсім бар. Алайда бірақ неге аз келеді десеңіз, ол имидждің әлсіздігі. Қазақстанның туризм ретінде, туристік орын ретінде имиджінің әлсіздігі бізге осы туристердің санының аз келуі осыған әсер етіп отыр. Туристік имидждің төмен болуы, әрине ол Қазақстанның бұрын 91 жылға дейін тәуелсіз ел болмауы, яғни Кеңес одағының астында болуы, сондықтан көп елдер білген жоқ. Яғни Кеңес одағы деген бір мемлекет болды. Сондықтан 91 жылы біз тәуелсіз алған кезде көп елдер Қазақстан деген мемлекетті білмейді. Сосын жаңағы айтқаным бар, туризм ретінде, туристік орын ретінде приоритет берілген жоқ үкімет тарапынан. Сондықтан да жаңағы имиджі әлсіз болды. 2000 жылы Борат деген фильм шықты, Америка тарапынан түсірілген, Қазақстанға жала жабылып, негізі Румынияда түсірілген фильм. Сол бір қара пиар дейміз ғой, Қазақстан үшін бір қара пиар болды. Негізі көбісі соны айтып жатады, бұл Қазақстанның имиджіне нұқсан келтірді деп.
бірақ бұл салада ешкім зерттеуді жасаған жоқ. Ол қаншалықты жаңағы нұқсан келтірді. Бірақ қара пиар болса да ол да пиар дегендей Қазақстанды Google'дан іздеуге де әсер етті негізі. Борат сияқты фильмдер. Одан бөлек енді бірақ Қазақстанның мынау Олимпиададан алып жатқан жетістіктері, алтын медаль алуы мысалға да. Сосын елімізде Азияда, универсиада сияқты іс-шаралар, мега ивенттерді еліміз өткізді. Бұның барлығын не үшін жасап жатыр мемлекет? Қазақстанның жаңағы сырт елдерде, халықаралық аренада жаңа имиджінің өсуі үшін жасалып жатыр. Сонымен қатар мынау өнерпаздар, өнер саласы, Димаш Құдайберген сияқты әншілеріміз бар да. Басқа да проекттер болуы мүмкін. Олар біздің жаңағы еліміздің имиджінің көтерілуіне әсерін тигізеді. Енді. Ол уақытқа дейін бізде ондай проекттер болған жоқ, сондықтан Қазақстан туралы ешкім білген жоқ деген сияқты. Қазір енді Қазақстанды әлем танып жатыр, сондықтан енді алдағы уақытта сыртқы туристер, яғни шетелдік туристер саны көптеп келеді деген ойдамын. Енді туристерді жылдан тарту үшін, көбірек тарту үшін ең алдымен не істеу керек? Бірінші, екінші қадам деп нені айтасыз? Біріншіден сырттан туристерді тарту үшін ол әрине жарнама. Жарнама, видеороликтер, әлемдік мықты медиа арналарда Қазақстан туралы білдіру, таныту. Оны біздің мемлекет жасады да, ол әрине арзан ақша тұрмайды. Осы уақытқа шейін BBC, CNN, Евроньюз деген сияқты каналдарда өз жарнамасын жасады, видеороликтер түсірді Қазақстан таныту үшін. Одан да бөлек жаңаға мен айтқан біздің өнер саласына, спорт саласына ары қарай демеу жасауды, қолдау жасауды жалғастыра беру керек. Ол не үшін жаңағы спортсмендеріміз не үшін әлемде пьедесталда бірінші орын алу керек? Жалғыз ғана мақсаты бар, ол жаңағы Қазақстанның имиджін көтеру, таныту. Ол Қазақстан деген ел бар екен ғой деген сияқты. Біздің туымыз көкке көтеріліп жатқан кезде, мынау қай елдің туы деген сияқты адамдардың қызығушылығын ояту. Әншілер арқылы, спортшылар арқылы деген сияқты. Басқа ғылыми жетістіктер арқылы болсын, басқа қандай да жетістіктер бар, сол арқылы Қазақстанды дамыта беру бірінші кезекте. Екінші кезекте туындайтын мәселе, ал шақыруын шақырып алдық туристерді. Келетін туристер келіп жатыр дейік. Бірақ біздің ішкі инфрақұрылымымыз дайын ба деген сұрақ туындайды да. Өйткені туризм ғылымында жаңағы сәйкессіздік туындайтын кездер болады. Ол жаңағы туристер келеді, өзінің жаңағы видеороликтен, рекламадан көрген басында стереотипі бар, имиджі бар, мынау керемет ел екен ғой деп келеді. Бірақ келген кезде алдынан бір дұрыс такси күтіп алмайды, жолдары әлсіз, бір баратын жаңа шарынға немесе жаңа Алакөлге барайын десе дұрыс жол жоқ, автобус жоқ, дұрыс пойыз жоқ деген сияқты. Яғни екінші ретте оларға көрсетілетін қызметтер мен инфрақұрылым деңгейін арттыруымыз керек. Сәйкесінше егер осы нәрселердің сапасын арттыратын болсақ, ол келген туристер ол сервистердің инфрақұрылымның сапасына қанағаттанса, риза болса, туризмде сарафанный радио, word of mouth, сарафанный радио деген нәрсе бар. Ауыздан ауызға тарап кете береді. Мысалға, Түркиядан бір турист келсе, оған инфрақұрылым барлығы ұнаса, ол өзінің туған туыстарын айтады деген сияқты, ол сөйтіп тарай береді. Ал білесіздер кезінде, жаңағы экспоның кезінде Венгриядан бір турист келіп, Астана қаласында бір айналдырған 5 километр жердегі қонақ үйіне бару үшін таксист 40 мың теңге алып, мысалға. Бұлайынша айтқан кезде енді әрине өзінің құқығы бар, қанша баға қойса да. Бірақ бұл бүгін бір күндік алған сіздің 40 мың теңгеңіз, жаңа таксист, ертеңгі күні сіз үшін келетін 400 мың теңге, 4 миллион теңге, 40 миллион теңгеден айырып тастауы мүмкін бе? Бүгінгі тапқан бір 40 мың теңге емес. Өйткені ол Венгриядан келген турист бүгін 40 мың теңгеге желінді, ертеңгі күні Венгриядағы достарына, туысқандарына Қазақстан туралы мақтап айта ма? Әрине мақтап айтпайды.
осындай ел екен, алдайды екен, таксистер алдайды екен деген сияқты. Сондықтан сарафанный радионың екінші осындай жақтарында ескеру керек. Сондықтан инфрақұрылымды дамыту керек, сервис дамыту керек, инфрақұрылымды дамыту керек. Одан бөлек үшінші тағы нәрсе, біздің халықтың арасында да туристік менталитетті қалыптастыру керек. Туристік менталитет дегеніміз не? Ол жаңағы таксистердің, қызмет көрсетуші персоналдардың туристерге күлімсіре қарауы, оларға жол көрсету, жол сұраған кезде дұрыс жөн сілтеу деген сияқты мәселелер. Қарапайым көшедегі кісілер де дұрыстап жол сілтеп, туристерге бір жылы жүзбен қарау, бұның барлығы туристік менталитет. Әрине, бұл туристік менталитеттің барлығы қай кезде дамиды? Туристердің саны көптеп келген кезде дамиды. Сондықтан бірінші біз ішкі туризмді де осы орайда дамытуымыз керек. Ал енді бұл уже басқа мәселе. Ішкі туризмді қалай дамытуға болады? Біріншіден, халқымыздың өзі, қазақтардың өзі, қазақстандықтардың өзі саяхаттауды үйрену керек. Әрине, айтуға оңай. Ой, бізде сервис жоқ, бізде баға қымбат. Бірақ та барып көрмесе де, тек қана естігенімен бағасы қымбат екен, сервисі жоқ екен деп те айта бермей, менің ойымша сол Түркияға немесе басқа жерге барғанша Қазақстанымыздың жерлерін аралау керек. Мен неге жаңа туристік менталитет деп айттым? Бізде қазақтар басқа қалаларға тек қана құдалықтың кезінде барады, қонаққа барған кезде барады. Ол мысалға сіз Алматыдан Оралға құдалыққа баратын болсаңыз, тек қана туысқандардың үйінде жатасыз. Туысқандар сіздерге тамақ пісіріп береді дегендей. Бірақ туризмнің айналымында ешқандай жаңағы ақша болмайды да. Өйткені ол турист ретінде ол жерде қонақ үй жалдамайды, мейрамханаларға бармайды. Сәйкесінше жаңағы жұмысшыларда ақша айналымы болмайды деген сияқты, официанттар ақша алмайды деген сияқты. Сәйкесінше біздің қазақстандықтар осындай жаңағы бір қаладан бір қалаға бару мәдениеті дамымаған әлі. Әлі өмір бойы 70 жыл Қазақстанда тұрып, Қызылордада тұрып, Петропавлды көрмеген, Көкшетауда тұрып, әлі Семейді көрмеген, Семейде тұрып, әлі Шымкентті көрмеген қазақтар қаншама. Бірақ та шетелге барып келген, бірақ Қазақстанның басқа қалаларында болмаған, туристік мақсатпен бармаған. Сондай бізде көп. Мысалға мен өзім Ұлыбританияда оқыдым. Ұлыбритандықтар, ағылшындар міндетті түрде аптасына немесе айына бір рет басқа қалаларға серуендеп тұрған жақсы көреді, өздерінің қалаларында. Мысалға Лондонда тұратын бір азамат болатын болса, жоспарлы түрде мен келесі айда Манчестерге барам, одан кейінгі айда Лидске барам, одан кейінгі айда Эдинбургке барам деген сияқты. Сәйкесінше ол Эдинбургқа барады, сол жерден қонақ үй жалдайды, сол жердің мейрамханасында тамақ ішеді, сол жердің жаңағы парк аттракциондарына барады, балаларына апарады деген сияқты, ақша тастайды деген сияқты. Яғни біздің халықтың өзі саналы түрде туризмді дамыту үшін жоспарлы түрде басқа қалаларға, Қазақстанның қалаларына жаңағы саяхаттауды бастау керек. Бізде негізі отандық демалыс орындарына бару, бұл табысы төмен немесе мемлекеттік бюджетте жұмыс істейтін қызметкерлерге ғана арналған бір саяхат секілді. Өйткені қалтасында ақшасы барлардың бәрі шекара асуға асығып тұрады ғой. Бұл ойыңызбен келсем, бірақ осы орайда мемлекет осы соңғы жылдары ішкі туристерді қолдау үшін біраз іс-шаралар жасап жатыр. Соның бір айта кетері Kids Go Free деген программа ашты. Kids Go Free. Балалар тегін жүреді деген. Яғни сіз турагенттіктерге жүгіну арқылы турпакет сатып аласыз Қазақстанның ішкі дестинацияларына. Маңғыстауға болуы мүмкін деген сияқты, немесе Көкшетауға деген сияқты турпакет сатып аласыз. Бірақ балаңызға неше жасқа дейін білмеймін, 17 жасқа дейін ба, 16 жасқа дейін ба, сізге билетті тегін береді. Самолеттің, ұшақтың билетін тегін береді. Яғни бұл не? Бұл ішкі туризмді қолдау үшін жасалып жатқан мемлекеттің тарапынан беріп жатқан программа. Яғни балалар үшін мемлекет ақшасын төлеп беріп тұрды. Ұшақтың
жаңағы несін бағасын. Қалған сіз төлейтініңіз жаңағы қонақ үйдің ақшасы, өзіңіздің ұшақтың ақшасы деген сияқты. Сондықтан менің ойымша жоспарлы түрде бару керек біздің қазақстандықтар. Мысалға ондай бізде тарихи жерлер, туристік жерлер жоқ емес, бар. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Оның қасында керуен сарай салып қойды, күшті қылып та. Мысалға мен өзім жақында ғана болдым. Өте керемет әсер алдым. Біздің мысалға жәдігеріміз ғой, мысалға 12 ғасырдан бері келе жатқан архитектурасы өте уникалды. Сондай мысалға осындай архитектураны Европаның мемлекеттері қалай дәріптейді? Турцияда мысалға 10 жылдық, 10 ғасырлық архитектураны керемет дәріптей біледі. Бізде қазақстандықтар өзіміз соларға баруды өзіміз бастауымыз керек. Ондай тарихи жерлерге деген қызығушылықтарымызды өзіміз арттыруымыз керек. Мысалға Маңғыстауда жерасты мешіттері бар. Қанша екенін білмеймін, саны көп жерасты мешіттері бар. Бұл жерасты мешіттеріне қателеспесем, біреуіне 5 ғасыр болса, біреуіне 10 ғасыр болған. Бекет ата мешіті, Масат ата дейді, Шақпақ ата дейді. Бұл жаңағы мен зерттеу жасаған кезде ислам әлеміндегі ең алғаш бұндай жер астында салынған мешіттер осы Қазақстанда екен, Маңғыстау өңірінде. Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері болған ғой, жаңағы Бекет ата, Шақпақ ата деген сияқты. Жер астынан жаңағы қашап архитектура салу осы ислам өркениетінде ең бірінші болып салынған осы Қазақстанда да. Мен кешіріңіздер, мен жеке басым әлі барып көрген жоқпын Маңғыстаудағы жерасты мешіттеріне. Бірақ біздің тарихи жәдігерлерімізді біз осындай өзіміз дәріптеп, халықтың арасында өзіміз бірінші қызығушылық танытсақ, біздің ішкі туризм нарығында ақша айналымы пайда болады. Сәйкесінше ішкі туризмде адамдар көбейген сайын қызмет көрсететін кәсіпкерлер пайда болады. Кәсіпкерлер пайда болғаннан кейін бұл жерде бәсеке туындайды. Бәсеке туындағаннан кейін жаңағы сапа көтеріледі, яғни бір-бірінен асып түсуге тырысады. Және бәсеке туындаған сайын бағаның деңгейі түседі. Яғни сол үшін бұл барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Осы туризмді дамыту үшін міндетті түрде мемлекет араласу керек пе? Жоқ әлі жекенің қолына өткізу керек пе? Не болмаса жеке меншік мемлекеттік серіктес ретінде дамытуға да бола ма? Жалпы туризм саласы бұл мультипликативті сала. Қалай айтсақ болады? Бір-бірімен жаңағы бірнеше саланы қамтитын, бірнеше тура және жанама жаңағы әсер ететін салалармен жаңағы бірігіп жұмыс істейтін сала. Өйткені қарасаңыз, мысалға инфраструктура, инфрақұрылым, жол, сумен қамтылу, транспорт, оны бір арнайы бір туризм министрлігі жасамайды ғой. Оны мемлекет тарапынан жасайды, инфрақұрылымды. Сәйкесінше айтайын деген нәрсе, мемлекет инфрақұрылымды жасау керек, инфрақұрылымды дамыту керек, жолдарды салу керек, транспортты дамыту керек баратын жаңағы туристік орындарға. Ал сервисті кәсіпкерлер өздері жасау керек. Ол не? Қонақ үй, мейрамхана салу туристік орындарға, белгілі бір парктер ашу, оның барлығы жеке кәсіпкерлер жасау керек дүниелер. Мемлекет өз тарапынан жаңа бағана айттым ғой, Қазақ туризм ұлттық компаниясын ашты. Ол жаңағы басқарушылық қызмет және жарнамалық қызмет атқарады. Қазақстанның туристік бренд ретінде шетелде жаңағы танылуы және туризмге тура және жанама қатысы бар салаларды жаңағы шақыру арқылы дамыту, жетілдіру жұмыстарын жасайды. Жалпы осы орайда осы мемлекеттің рөлі осындай. Ал егерде сізге біреу келіп, Қазақстанның қай жерінде сапарлағаным дұрыс деп сұрақ қойса, қай бағыттарды сіз ұсынар едіңіз? Мен бұл орайда Қазақстанның барлық қалаларына баруға кеңес берер едім. Өйткені мен Қазақстанымның мына жеріне бар, мына жеріне барма деп бөліп жара алмаймын. Біздің Қазақстанымыздың әрбір қаласы, әрбір туристік орны өте ерекше, уникалды, өзінің ерекшелігі бар.
Шығыс Қазақстанға баратын болсаңыз, Алтай, Тарбағатай таулары бар. Ол жердің табиғаты өте керемет. Оңтүстікке баратын болсаңыз, біздің тарихи жәдігерлеріміз бар, жаңағы Қожа Ахмет Яссауи деген сияқты. Қызылорда облысында Байқоңыр ғарыш айлағы бар, әлемге бірінші ғарышкерді ұшырғанда, мысалға. Арал теңізі бар, әлемдік, мысалға. Дарк туризм деген бар, тоже қараңғы туризм деген. Жаңағы белгілі бір трагедияға ұшыраған жерге де адамдар қызығушылық танытатын туристер түрі бар ғой. Мысалға трагедияға ұшыраған Арал теңізі бар. Солтүстік Қазақстанға, орталық Қазақстанға баратын болсаңыз да тоже біздің Астанамыз бар деген сияқты. Қарағандыда жаңағы Карлаг, Алжир деген сияқты лагерлер бар, жаңағы дарк туризм. Кезінде сол жерде мысалға ата-бабаларымыз қиналды ғой. Ол жерлерде мысалға қалай қиындық көргенін көрсетуге болады, турлар жасауға болады да мысалға. Одан бөлек Көкшетау бар, солтүстік Қазақстанда керемет, Бурабай деген сияқты. Барлығын енді мен айтып тізіп көрсете алмаймын енді. Батыс Қазақстанда жаңа айтқан Маңғыстау, Маңғазала, Маңғыстауда керемет неміз бар, Каспий теңізіміз бар. Орал қаласы жақта жаңағы Бөкей ордамыз бар, кезінде білім саласын бірінші болып дамытқан. Былай айтып отырсақ, бізде демалатын орындар өте көп қой. Демалатын орын өте көп. Тарихи ескерткіш, тарихи жаңағы жәдігерлері бар жерлер өте көп бізде. Енді сұрақ, мысалы Қазақстан орталық Азияның туризм орталығына айнала ала ма? Сондай әлеуеті бар ма? Әрине, Қазақстан жалғыз орталық Азияның емес, ТМД елдерінің арасында да туризмнен лидерлік, көшбасшылық орынға шығуына потенциалы өте жоғары. Сондықтан біз қазір приоритетті сала ретінде көріп, Қазақстан туризмнің дұрыс ден қоятын болсақ, болашақта әлемдік туризмде де ойып орын алып алуға мүмкіндігіміз бар. Әңгімемізге рахмет. Көп Болашақта дамыған, сапалы Қазақстанда өмір сүрейік. Көп рахмет сіздерге де.